Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданында, Батыс Қазақстан облысында осымен қазір бір 8 сағат бұрын шыққан ақпар, сіздерде естіген шығарсыздар. Дрон келіп құлапты, ұшқышсыз ұшақ. Енді ол шахид дроны ма, же болмаса Ираннан қаңғып келген дрон ба, же болмаса Ресейдің дроны ма, осымен Қазақстанның төңірегінде 4-ші рет құлапты. Білмеймін, біздің ПУ-лар әуе шабуылына қарсы жүйелеріміз ұйықтап қалған ба, же болмаса істемей ма деймін да, мен. Білмеймін, бұл айдың күннің аманды бір дрон кіріп кетіп жатыр. Енді жаппай дрон кіретін болса, онда шыбын ұрғыштан ұрып жүрмесек болған. Кеше байқаусызда Украинаның дрондары Еуропаның екі еліне кіріпті деген ақпарат шықты. Оны енді атып құлатпады белгісіз. 4-ші рет кіріп тұр, бірақ біздің әуе шабуылына қарсы жүйелеріміз атып түсірді деген ақпаратты естімепті. Мүмкін атып түсіргеннің өзінде ол енді жоқ болып кетіп шашылып кету керек қой. Қазір 4-шісін көрсетті. Енді бұлай дені сау жатыр ішінде. Мүмкін бензин таусылып қалып өзі құланы ма, же болмаса біреу таспен ұрып құлатты ма бір тұрғын. Бірақ қайда елді мекенге емес, елді мекеннен өтіп барып түсіпті дейді. Құдай сақтап. Енді бүкіл әлемді көріп жатсыздар ғой енді. Алай-дүлей болып тұр. Соғыс болып кетіп жатыр бір-бірінен. Жақсылап тексеру керек па, же болмаса әлемнің озық қаруларына тапсырыс беріп алу керек па? Бізде қазір қателеспесем тұрғаны Ресейде сатып алған жүйелер тұр. Мен өзім әуе шабуылына қарсы әскери сонда әскерде қызмет атқарғам. Бірақ енді менен жағдай жақсы деп айта алмаймын. Осыдан 10 жыл бұрын ғой, 10 жыл бұрын. 2015-2016 ғой деймін, қателеспесем. Енді дабыл қағат, бірақ бет бұрылады, ол атып түсіре ме, түсірмей ме. Одан кейін сол біз армияда жүрген кезде С-300 деген Ресейдің өздері қолданған жүйелерін алып келіп бізге берді деген ақпарат емес, бізге алып келіп берген. Біз оны 3 ай ма, 6 ай ма күзетіп, оны мен сол жердегілерден сұрасам, біз оны Қазақстанда соны жөндейтін бір компаниялар бар. Сол компаниялар жөндеп, қайтып біз соны қолданамыз. Сонда бізде бір жаңғасын сатып алып бір қағып түсіретін жоқ па? Же болмаса көршілердің дроны деп қағып түсірмей жатыр ма деген ой келіп қалады да. Білмеймін, 4-ші дрон айдың күннің аманында. Енді шатасып келіп түсті болып тұрған қоя берші. Көршіміздікі болсын, көршімізге халыққа зиян келтірмеді. Бірақ соны бет қағып атып, шашып жібере алатындай болмады ма? Қалай болды ол? Же болмаса дронға түспейтін. Енді дронда өзінің ілетін биіктігі болады ғой, мысалға жермен келіп жатса оны байқамайды деген сияқты. Мүмкін жермен келіп түсті ма? Батыс Қазақстанға түсті енді. Аң-таң болып қалдым өзім, шаң-шаң болып. Одан кейін Алатау Сити деген құрылайын деп жатыр. Әрі келген президент енді Назарбаев астана салдым деп мақтанса, Тоқаевтың бір мақтанатыны Алатау Ситидің қазығын қағып кеттім, болмаса 2029-ға дейін салына ма, ол белгісіз ғой. Қанша уақытта салынып кетеді. Қазір бір ақпарат шықты. Ол өзінің ережесімен өмір сүретін қала болады екен дейді. Елдің ішіне ел салу емес па бұл? Кейін ол жерге кімдер келіп тұрады? Же болмаса тек қазақ байлар барып тұра ма? Же болмаса көрші елден қытайлар тек бай бизнесмен қытайлар келіп тұра ма? Же болмаса Қырғызстаннан келіп тұра ма байлар? Же болмаса Өзбекстаннан келіп тұра ма? Же болмаса Россиядан келіп тұра ма? Өзінің ережесімен өмір сүретін ол қандай қала болады? Кейін ол біздің тәуелсіздігімізге бір әңгіме айтатын қала болып қалмай ма? Әңгіменің ашықшы. Бәрі мүмкін. Қазір біз ойлаймыз ғой, ой, бизнесмендерге бізге инвестиция салатын болды, ойбай. Қалай айтсам екен? Біз шарықтап дамбайтын болдық.
инвестиция деген дұрыс. Американың барлығы жекеменшіктер өздері завод салады, анасы салады, мына салады, бірақ Американың заңына бағынады да. Қазір енді алдында да айтты, өзі бір әкімшілік болады, өз-өзіне штат сияқты болады, өзінің заңы өзінде болады деген қазір бір ақпаратты жазып қойып. Егер ол шын болатын болса, кейін біздің бір 10 жыл, 30, 40 жылдан кейін біз деген әңгімені айтып қалмаймын ол жерде деген әңгіме бар. Ол жерде кім кеп тұрады? Бәрі әлі құпия ма или же болмаса Назарбаевтың бала шағалары кеп тұра ма? Енді байлар ғой барлығы, былай қарасаң енді. Әділ байды ма, әділ емес байды ма, оны халық біледі, қалай байды. Же болмаса Илон Маск кеп тұра ма? 600 миллиард доллары бар. Миллиард. Біздің қазынамыздан енді бір 10 есе көп ақшасы бар, бір адам кеп тұра ма? Же болмаса қазақтың, қарапайым қазақтың балдары барып тұра ма ол жерде? Білмеймін енді. Онда негізі керек емес деп ойлаймын енді. Ел ішінен ту тіккен деген ол әңгіме қиын. 30-40 жылдан кейін бұл біздің жер еді деп келген адамдар әңгіме айтса қиын да. Жетері өлшеп бір рет кесу керек қой енді ше. Халықты айту керек та, халықты айтып, бізге онда ел қала керек болса керек, керек емес болса керек емес. Керек болса біздің заңмен өмір сүретін мемлекет болсын, қала болсын деген сияқты ғой. Енді көреміз. Әлем құбылып тұр, неше түрлі мықты диктаторлар, неше түрлі елдер құрып кетіп, жаңа елдер пайда болып қалуы мүмкін деген әңгімелер болып жатыр. Бәрі мүмкін. Жалпы сондай. Осы соғыс біткенше дейді. Енді әлемде соғыс болып жатыр. Әңгіменің ашы 3-ші дүниежүзілік соғыс деп аталып жатыр, бірақ жаппай соғыс болмай жатыр да ше. Осы соғыс біткенше дейді. Мүмкін жаңа тәуелсіздігін ала алмай жатқан елдер тәуелсіздік алып кетуі мүмкін дейді. Мысалға Ирандағы күрдтер дейді ше. Енді Әзербайжандар сол жердегі дейді. Қытайдың ішінде неше түрлі ұлттар бар, солар да тәуелсіздігін алып қалуы мүмкін деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Бейресми әңгімелер ол бірақ. Сондықтан 20 миллион халықпыз. Енді мүмкін одан көп шығармыз, мүмкін 30 миллион шығармыз. Бірақ ресми санақта 20 миллионнан астық дейді. Сондықтан Алатау Сити, Қаратау Сити дегендерді негізі қоя тұру керек-ау. Же болмаса салатын болса да біздің заңға бағынатын, сондай біздің ережемен жүретін, біздің мемлекет заңына бағынатын, дара ел, дара қала болмайтындай қылып салу керек. Онша қазір күліп келіп, ой, қазақ бір туған деп, мүмкін қырғыздар келе ма, мүмкін Қытай келе ма, мүмкін Ресей келе ма, мүмкін американецтер келе ма, мысалға мүмкін өзбектер келе ма, кейін келіп ап әңгіме айтса қиын да. Бір 100 жылдан кейін бұл қаланы біз салғанбыз. Не дейсіңдер деседі. Сондықтан ойлану керек. Құдай баста ойлауға берген, ойланып пікірлеріңізді жазыңыздар.